13 жастағы баламыз жаман видео көреді дейді. Іздеп, ол неден тәрбие дұрыс бермей жатырмыз ба дейді. Әлбетте. Бермей жатырмыз ба емес, уже бермегейсіздер. Сондықтан ол соған жетті. Енді осы 13-те әлі де болса да дұрыс тәрбиелеп, жақсы бағытын өзгертіп тәрбиелемесеңіз, оның ар жағына да қиыншылық ахуал күтіп қалуы ықтимал. Алладан сұраңыздар, өздеріңіз жақсы тәрбиелеңіздер. Бізде ана баланы тәрбиелеу деген сөз ұрып, соғып, тепкілеп қорқыту емес, баланы заманына сай, тиісті әр балаға әр түрлі тетік керек болады. Сол тиісті тетігі мен баланың мінезіне сай, оның ортасына сай тәрбиелеу керексіздер. Қажылыққа барып келген достарымыз арақ қойылған дастарханға бармаймыз деп қонаққа бармай жүр. Сонда арақ ішетін адамдарға жаман, надан деп қабылдай ма дейді. Сонда не, арақ ішкен адамдар жақсы, красавчик, умница деп айтуымыз керек пе не? Молодец, ішіп тұрыңдар, денсаулықтар үшін алып тұрыңдар, я ішіңдер деп айтамыз ба не? Дұрыс? Дұрыс. Енді арақ ішкен адам сол жерде отырса, неге сендер оны құрметтемейсіңдер? Неге менің нанымды құрметтемейсің сен? Мен отырғым келмейді, менің дінім рұқсат бермейді. Неге мен сені құрметтеуім керек? Неге сен мені құрметтемеу керексің? Мынау сыйластық, требуя вежливости, будь сам вежлив дегенде, сен мені талап еткенде, мен неге сен менікін тыңдамайсың? Неге сендер ол қажы достарын тыңдамайсыңдар? Ол Аллаға жақындап, бәлеміңді Алла үшін беріп, Құдай үшін бар құлшылық келді. Енді сенімен араласайын десе, ортада бір бутылка проблема болып тұр. Сен саған шын достық керек болса, бутылка лақтырып жіберсен. Саған достық керек жоқ, саған бутылка керек. Сен бутылкамен доссың. Сол үшін ортада бутылка тұрады. Саған шын дос, шын бақыт, шын құда, шын ағайын, шын жақсы керек болса, арамды лақтырып жібер, айт, маған сен керексің де. Маған сен керексің де. Болды тағал. Значит, саған ол маңызды емес дос. Ол досын дұрыс қылады, молодец ол. Енді ол отырса, соны сен айтпақсың ғой. Қажыларды отырған біздің арақта десе, не болады сонда? Дұрыс емес ол. Жай намаз жоқ болса, басқа затпен оқуға бола ма? Әлбетте болады. Бетонның үстінде оқи беріңіз, асфальттың үстінде оқи беріңіз, линолеум үстінде оқи беріңіз, ламинаттың үстінде оқи беріңіз. Не бар үйде? Мрамор ма? Мрамордың үстінде оқи беріңіз. Қайда шығып онда оқысаң? Оқы, личбі оқы. Полотенце таза болса, полотенцені жайып оқы, чапаныңды шешіп қойып оқы, куртканың үстіне оқы. Оқимын деген адам желаниені табады. Оқимын деген адам. Оқимайтын адам ол. Мынау таба береді. Анау жоқ, мынау жоқ деп. Салауат пен зікірдің айырмашылығы неде? Салауаттың айырмашылығы пайғамбарды ұлықтау деген, зікір деген Алланы еске алу деген сөз. Байлықты үйретудің бір жақсы мотивациясы бар. Бай болғаныңыз келіп жүрген шығар. Қалай байимын деп жүргендерге. Жақсылап жаттабаңыздар, естіп алыңыздар, жазып алсаңыздар болады, итак жазып атыстар ғой енді. Бір байдан сұраған екен, қалай байимын деп. Сол кезде бай айтты, маған Құдай берді. Мен ағайын туған туыстарға тараттым. Бауырларыма жоқ жітіктерге бердім. Құдай тағы берді депті. Тағы таратып бердім депті. Содан кейін тағы берді, тағы тараттым. Сөйтіп бере берді, мен тарата бердім, бере берді, тарата бердім. Содан кейін жеңілді ме? Құдайдікі бітпейді екен, мен қойдым. Құдай жеңіп кетті, мен сөйттім де байып кеттім деген екен. Тура сол. Құдайменен салыспаңыз, алыспаңыз. Алланың дүниесі жетеді. Бар ма ағайынға, елге, жұртқа, мұқтажға қамқоршы болыңыздар. Сүрелерді жұмыс істеп жүріп оқуға бола ма? Болады. Болады, ешқандай мәселе жоқ. Жаттағанша да жақсы жол болады. Ана YouTube'дан қосып қойып, немесе басқа да аккаунттарды қосып қойып, телефон арқылы жұмыс істеп отырып, жаттап білесеңіз бола береді. Жетішелпек, ет тамақ әкелсем дуалап әкелдің ба дейді енем. Енем дуақор деп айтады. Аузын айырсам қалай қарайсыз дейді. Сен не, каратистің ба не беле? Шаулин школды бітірдің ме не, бәрін аузын айыра берсен жер бетінде. Жер бетінде жаққамайтын шығар, бәрін айырып бітесің ғой бәрін. Сөйлегендерін тем более енеңді айырсаң. Содан кейін бәрін айырсың. Мен Астананы айырып кел. Күшің көп болса сен Олимпиадаға айырсашы. Олимпиада как раз Головкиннің қасына барып, мүмкін ауыз айырғыштар сояқты жүреді. Сол жақсы сөз бе не жаным? Ертең бір күні айланып алдыңызға кеп қалмасын жаным. Біріншіден, екіншіден, соңғы кісінің жасына жете аласың ба, жете алмайсың ба, не сөз ол? Ойын күлкі болса, ойнайтын нәрсе емес. Мен сізге еске айтайын, дін ойнайтын нәрсе емес. Егер шын мәнінде осы жеткен жеріңіз, толған жеріңіз, толықсыған жеріңіз сол болса, онда жеткен екенсіз, онда жететін жеріне. Онда жауабы ұзақ емес. Ұстаз, әйеліне дейді, өз фамилияңды беру дұрыс па дейді. Ардақтым,
Сен әйеліңе өзі тамақ берші, киім бер, бриллиант бер, ақша бер, оған Каспийден көп. Болды, оған фамилия керек жоқ өзі. Өз фамилиясына қалдай берсін, тиіспеші соның фамилиясына. Өзінің фамилиясы нормальный. Марқымбаева ма, сол Марқымбаева болып жүре берсін, не қыласың сен? Күшті фамилияңды бермей-ақ қой. Сен оған ақша бер. Бақ, асыра, үйрет, тәрбиеле, жақсы сөз айт, жақсы күйеу бол, тағы не қыл. Балаларына жақсы қара сол. Баламды сүндеттейін деп жатырмыз. Қой сойып қан шығару обязательно ма дейді. Өзі қан шықты, өзі кескен жерінен болды. Қан шығара бермеңіздерші өзі. Қой не виноват. Кессең де, жалғасаң да, өлсең де, туылсаң да, қой не виноват. Сондықтан қой кеспей-ақ қойыңыз жаным. Сол балаңыз тәрбиелеңіз, балаңызға жақсылық нәрсе жасаңыз, ең жақсы сол.